Коронавирус инфекциясын жұқтырып жан сақтау бөлімінен бірақ шыққан Мейрамбек Беспаев бүгінгі күнде жағдайы жақсарғанын айтып, желі парақшасында жазба жариялады деп хабарлайды kaz.nur.kz порталы. Ең әуелі еміме шипа беріп, ел қатарына қайта қосқан Аллаға сансыз шүкірлік. Менің тілеуімді тілеп отырған ата-анама, отбасыма, бауырларыма, өнердегі аға әпкелеріме, ес білгелі бері ел алақанына салып әлдейлеп келеді. Қадірлі ағайын, сіздердің тілектеріңізге басымды иіп рахметімді айтамын. Ақ халатты абзал жандарға алғысым шексіз деп алғысын білдірді Беспаев. Ол көпшілікті сақ болуға шақырды. Айналайын ағайын, індеттің бары рас, сақтаныңыздар, күтіңіздер. Бірінші байлық денсаулық екеніне есте ұстайықшы. Қорыта келе, мен үшін алаңдаған баршаңызға рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін, ауырмаңыздар деп жазды ол. Еске салсақ, бұған дейін қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Музарт тобының белді мүшесі Мейрамбек Беспаев ауруханаға коронавирус диагнозымен хабарлаған болатын. Көп ұзамай Музарт тобының директоры Ерлан Жүнісбай әншінің жағдайына қатысты мәлімдеме жасаған еді. Ол Беспаевтың жан сақтау бөліміне жеке палатаға шығарылғанын айтып, көпшілікті қуантқан болатын. Ал біз болсақ, Мейрамбек ағамызға Аллах шипасын берсін деп тілейміз. Отандық жұлдыздар да Мейрамбек ағаға алаңдап дұға еткендерінде жазған. Алыстан баурап, жақыннан арбап, айналдың ба алтын сағымға.